Адам ағзасында 230-тан астам буын бар. Сол буын ауруларының ең жиі кездесетін аурулардың бірі остеоартроз деп айтылады. Ол кезде буынның шеміршегі жойылып, сүйектердің беті жалаңаштанып, сүйектің бетінде остеофиттердің екіншілік синовиттің дамуына алып келеді. Ол кезде буынның барлық компоненттері, әсіресе буынның шеміршегі, субхондралды сүйектер, буынның капсуласы, синовиалды қабықтар және де бұлшық ет маңындағы бұлшық еттер мен байламдардың зақымдалуымен сипатталатын ауру. Пациенттің шағымдарын сұрау барысында ол айтады, зақымданған буындардың айналасындағы ауырсыну. Мысалға, көбінесе шағымданады тізе буындарының ауырсынуына, табанына және де жамбас буындары, шынтақ және де қолдың фалангаралық буындарының зақымдануына, және олар көбінесе физикалық күштеме, нагрузка түскен кезде ауырсыну күшейетіндігін айтады. Сосын сұрау барысында қай кезде басылады десек, ол демалған кезде, яғни тыныштықта өздігінен қоятындығын айтады. Және де таңертең уақытылы болуы мүмкін, буындардың барлық денесінің құрысулары, бірақ максималды жарты сағатқа дейін ғана ол ауырсынады. Сосын физикалық біз тексеру барысында буын маңындағы крепитациялар және дыбыстардың шығуы, сүйектердің бетінде остеофиттердің пайда болуы, әсіресе қол аймақтарында гиберден және бушар түйіндердің және де сол зақымданған буындардың айналасында қызарулар, температураның көбеюі және де аймақтың ауырсынуы кездеседі. Факторы риска бұл ауруларға кімдер көбірек жиі ұшырайды? Жасы үлкен адамдар, яғни 50-ден 60-тан асқан кісілерде, және дене салмағының артық салмағы бар адамдарда. Мысалға, ол салмақ көбейген сайын буындарға күш түсіре бастайды. Және де генетикалық бейімділігі бойынша, егер ата-анасында, туысқандар арасында осындай буын аурулары, остеоартроз кездесетін болса, ол адамда пайда болу жиілігі жоғарылайды. Астарлы аурулар, яғни әйел адамдардың етеккір циклі бұзылатын болса, және де эстроген тапшылығы, яғни гормоналды бұзылыстар болған болса, буындардың зақымданып, бұрын соңды буындарға операция жасалса, онда бұл аурудың пайда болу жиілігі артады. Патогенезіне байланысты олардың себептері бастапқы және де қайталамалы болып екіге бөлінеді. Қайталамалы деген, мысалы, ол жарақаттан туындауы мүмкін, туа біткен болуы мүмкін, метаболизмдік аурулар кезінде және де эндокриндік аурулар кезінде, мысалға, қант диабеті екінші типтігі бар адамдарда артық салмағынан буындарына күш түсе бастайды. Акромегалия торсамы өте үлкен болып кетеді, дене бітімдері өте үлкен болады. Гиперпаратиреоз, гипотиреоз кезінде де салмақ жоғарылайды. Сол сияқты кальцийдің шөгу аурулары, невропатия және де басқа да типті педжет аурулар сияқты аурулардан туындауы мүмкін. Енді олардың зақымдану буындарына байланысты біз оларды полиартроз деп атаймыз, яғни көптеген буындар зақымдалса, олигартроз бірнеше, моноартроз бір буын зақымдалса, осылай диагноз қоятын боламыз. Бұдан бөлек омыртқаның остеоартрозбен үйлесе отырып дамитын спондилоартроз деген ауру бар. Зерттеу диагностикасы барысы бізде амбулаторлы деңгейде жүргізіледі. Ең бірінші біз жалпы қан анализін аламыз, 24 параметр бойынша лейкоцитоз, сойы, бүкіл нәрсенің деңгейін қараймыз. Биохимиялық қан анализі бойынша алты, асты, холестерин, глюкоза, несепнер бүкілін қараймыз. Одан соң жалпы зар анализі және де ең басты көрсеткіш диагноз қойылатын бұл буынның рентгенографиясы мен буынның УЗИ. Ол жерде буынның саңылауының өзгерістері, буын қуысының саңылауларын, тарылулары, остеофиттерді, одан бөлек біз менискаларды және бурситті, синовитті көре аламыз. Біз буын ауруын көріп тұрмыз, буынның маңындағы ауырсынуларды, ауырсыну жүктеме кезінде және де ол максимум таңғы уақытта жарты сағатқа дейін ауыратын болса, сосын біз оған жалпы зар анализін, ЦРБ, ремфакторды қосымша түрде тағайындаймыз, рентгенді. Егер де осы жалпы қан анализдерінде ешқандай өзгерістер болмаса, жалпы зар анализінде де көрсеткіштер норма болса, ЦРБ теріс, ремфактор теріс болатын болса, рентгенде жаңа буын қуыстарының саңылауларының, остеофиттерінің, остеосклерозын байқасақ, біз онда остеоартроз деп диагноз қоямыз. Ал егер жалпы қан анализінде сойы деңгейі қатты жоғарылайтын болса, ЦРБ жоғарыласа, бұл қабынудың белгілері ғой, одан бөлек ремфактор бізде жоғарылап кететін болса, онда ол бізде басқа диагноз екенін білдіреді. Яғни ремфактордың жоғарылауы ревматоидты артрит деген буынның басқа бір ауруында кездеседі. Ол кезде буынның рентгенографиясында буын қуыс саңылауы тарылады, остеопороздар, эрозиялар, кальцинаттар пайда болуымен ерекшеленеді. Ол кезде біз диагностикалық шараларды одан сайын басқа да түрлі анализдер алумен зерттейтін боламыз. Бұл остеоартрозда ең жиі зақымдалатын буындар, жаңа айтқандай буынаралық буындар, әсіресе қол аймақтарында гиберден және бушар түйіндері пайда болып кетеді. Тізенің зақымдалуы гонартроз, жамбастан буындары коксартроз зақымдалып, және де басқа да буындар, мысалға шынтақ буындары, омыртқа буындары зақымдалуы мүмкін. Біз рентгенге түсіреміз деп айттық қой, сол рентгенге байланысты остеофиттердің қаншалықты бар екендігі, ірі ма, көп па, дөрекі ме, соған байланысты 0-ден 4-ге дейін стадиясы қойылады. Сосын УЗИде біз синовит бар жоқтығын қараймыз. Одан бөлек біз буындар зақымдалған кезде
адам қаншалықты өз-өзіне қызмет ете алады, яғни еңбекке жарамды ма жарамсыз, соған байланысты функционалды класс деңгейі қойылатын болады. Яғни мысалға айтатын болсақ, диагноз остеоартроз, полиартрит, мысалға көптеген буындар зақымдалса, және де рентген стадиясы 4, мысалға функционалды класс 4 деген сияқты диагноз қоятын боламыз. Емдеу шаралары кезінде біз пациентке ұсынамыз стероидті емес қабынуға қарсы препараттар, мысалға диклофенак, ларниксикам, мелоксикам деген сияқты. Және де бұл ауырсынулар басылмайтын жағдайда біз пациентке өте мұқият түрде дәрігердің ғана рұқсатымен трамадол сияқты аналгетиктер беріледі, яғни наркотический препараттар. Одан бөлек стероидті емес қабынуға қарсы местні жағуға, буындардың айналасына диклофенактың мазы болады, және де стероидті қабынуға қарсы препараттардан бетаметазон, триамцинол деген сияқты препараттарды қолдануға болады. Ал емдеудің басқаша түрлері кезінде мысалға рентген стадия 0 болып тұр, сол кезде уже пациенттерге біз айтамыз, артық салмақтан арылу керек, дене шынықтырумен айналысу керек, дұрыс тамақтану керек, яғни салмақ қосатын тағамдарды алып тастау керек деген сияқты. Одан бөлек физиотерапия, уқалау, массаж деген сияқты арнайы емді қолданатын болады. Егер де 4-ші стадияға кететін болса, ешқандай ем көмектеспесе, онда хирургиялық емдеу бойынша буындарды эндопротездеу сияқты емдер көрсетілетін болады. Ол уже стационарлық деңгейде емделеді.